Бүгін сіздерге өмірде болған оқиғаға негізделген әсерлі хикаяны ұсынамыз. Бұл оқиғада отбасылық құпиялар, күтпеген жағдайлар және шындықты іздеу жолындағы күрес баяндалады. Егер осындай қызықты хикаяларды ұнатсаңыз, бейнеге лайк басуды, пікірге өз ойыңызды жазуды, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Ал енді хикаямызды бастайық. Мен бұл үйге келін болып түскенде бәрі жақсы еді. Енем мейірімді, үйде береке бар болатын. Қайын атам зейнетке шыққан, көбіне аулада жүретін. Күйеуім вахталық жұмыста істейтін, кейде бір айлап үйде болмайтын. Енем өмірден өткен соң, үйдің ішіндегі тыныштық өзгерді. Алғашында оны қайғыдан шығар деп ойладым. Қайын атам бұрынғыдай емес еді. Ұзақ қарап қалатын болды. Кейде маған түсініксіз сұрақтар қоятын. Бір күні күйеуіме, әкеңіздің мінезі өзгеріп кеткен сияқты дедім. Ол болса, әкем жалғыз қалды ғой. Дұрыстап қараш, мен жоқта көңіл бөл, деп жауап берді. Содан кейін өз ойымнан өзім қорқа бастадым. Мүмкін мен қателесіп жүрген шығармын деп ойладым. Бірақ күндер өткен сайын мазасыздық күшейді. Бір кеште үйде екеуміз ғана қалдық. Сол күні қайын атамның айтқан бір сөзі мені түні бойы ұйықтатпады. Сол түні мен көпке дейін ұйықтай алмадым. Қайын атамның кешкі ас үстінде айтқан сөзі ойымнан кетпей қойды. Сөздің өзінде тұрған ештеңе жоқ сияқты еді. Бірақ оның айту мәнері мен көзқарасы мені жайсыздандырды. Бәлкім мен артық ойлап жүрген шығармын деп өзімді жұбаттым. Таңертең ерте оянып, үй шаруасына кірістім. Күйеуім вахтаға кеткеніне 2 апта болған. Тағы 2 аптадан кейін ғана келеді. Үй іші тым-тыныш еді. Бұрын бұл тыныштық маған ұнайтын, ал қазір ол маған ауыр сезіле бастады. Қайын атам бұрын көп сөйлемейтін, бірақ соңғы уақытта менің қайда баратынымды, кіммен сөйлесетінді жиі сұрайтын болды. Бүгін қайда шықтың дейді. Дүкенге ғана барып келдім. Ұзақ жүрдің ғой. Осындай қарапайым сұрақтардың өзі маған түсініксіз көрінетін. Бір күні түстен кейін үй жинап жүріп, енемнің бөлмесіне кірдім. Ол кісі қайтыс болғаннан бері бұл бөлме сол күйінде тұрған. Есікті ашқан сайын жүрегім шым ететін. Шкафтың жоғарғы сөресін сүртіп жатып, шағын қорап тауып алдым. Ескі суретте шығар деп ойлап, ашып қарадым. Ішінде бірнеше фото мен сарғайған хаттар бар екен. Фотолардың көбінде енем жас кезінде түскен суреттер. Ал хаттардың арасында бір бүктелген қағаз көзіме түсті. Қағаздың шетіне енемнің қолымен жазылған бірнеше сөз бар еді. Кейбір шындықты айтсаң да, ешкім сенбейді. Мен қатып қалдым. Бұл не сөз? Кім туралы? Неге бұлай жазылған? Қалған беттерді қарасам, жалғасы жоқ. Тек осы бір сөйлем ғана. Сол сәтте сырттан аяқ дыбысы естілді. Мен селк етіп, қағазды қайтадан қорапқа сала қойдым. Қайын атам есіктің алдында тұр екен. Не істеп жүрсің, деді ол. Даусында бұрын байқамаған салқындық бар еді. Қазалап жүрмін. Ол бөлменің ішіне көз жүгіртіп шықты. Бұл бөлмеге көп кіре берме. Неге? Керегі жоқ, ескі заттар көп. Осыны айтты да бұрылып кетіп қалды. Бірақ мен оның кетіп бара жатқанын емес, жаңағы сөзін ойлап тұрдым. Бұл бөлмеге көп кіре берме. Неге? Кешке дейін мазам қашты. Сол күні күйеуіме телефон соқтым. Мен саған бір нәрсе айтсам күлесің бе дедім. Не болып қалды? Мен бәрін емес, тек енемнің бөлмесінен тапқан қағаз туралы айттым. Ол бір сәт үнсіз қалды да, сен қазір көп уайымдап жүрсің. Өз-өзіңді қорқытпа деді. Бірақ бұл бір түрлі емес пе? Әкемді де ренжітпе. Ол онсыз да жалғыз қалды. Әңгіме сол жерден аяқталды. Телефонды қойған соң өзімді бұрынғыдан да жалғыз сезіндім. Түн ортасы ауғанда оянып кеттім. Үйдің ішінде біреу жүргендей дыбыс шықты. Алғашында жел шығар деп ойладым. Бірақ дыбыс тағы қайталанды. Есіктің ар жағынан баяу қадам естілді. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Орнымнан ақырын тұрып, есікке жақындадым. Дыбыс кенет тоқтап қалды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын есіктің тұтқасы өте баяу қозғалғандай болды. Есіктің тұтқасы қозғалғандай болған сәтте, жүрегім кеудемнен шығып кетердей соқты.
Мен демімді ішіме тартып, орнымда қатып қалдым. Бірнеше секунд өтті. Сосын тағы үнсіздік орнады. Құлағымды есікке тосып тыңдап тұрдым. Ешқандай дыбыс жоқ. Тек қабырға сағатының тықылы ғана естіледі. Ақыры батылымды жинап, есікті сәл аштым. Дәліз бос еді. Жарық өшірулі. Үйдің іші қараңғы. Мен өзімді босқа қорқытқан шығармын деп ойладым. Бірақ көңілім тынышталмады. Таңертең ас үйге шыққанда, қайын атам стел басында шай ішіп отыр екен. Ол маған бір сәт қарап қалды. «Ұйықтай алмадың ба?» деді. Мен таңырқап кеттім. «Неге олай сұрадыңыз?» «Көзің шашаңқы көрінеді». Оның жай ғана сұрағы болса да, менің ішім біртүрлі болып кетті. Күні бойы ойым бөлініп жүрді. Кешке көрші апай келді. Ол енемнің көзі тірісінде жиі келетін. Әңгіме арасында ол, «Анаң марқұм жақсы адам еді», деді күрсініп. «Иә, бәріміз сағынамыз». Көрші апай біраз үнсіз отырды. Сосын маған қарап, ол соңғы жылдары қатты уайымдап жүретін. «Не үшін?» «Білмеймін, айтпайтын». Осы сөзден кейін ішімде тағы да күмән пайда болды. Енемнің қорабынан тапқан жазу есіме түсті. Кейбір шындықты айтсаң да, ешкім сенбейді. Сол түні мен қайтадан енемнің бөлмесіне кірдім. Қорапты тағы аштым. Бұл жолы суреттерді мұқият қарай бастадым. Суреттердің арасында ескі отбасылық фото бар екен. Бәрі күліп тұр. Бірақ бір нәрсе көзіме түсті. Енемнің жүзі өзгелерден ерекше мұңды көрінді. Мен суретті жақындатып қарадым. Артқы бетінде қолмен жазылған күн мен жыл тұр. Жазудың астында өшірілгендей тағы бір сөйлем бар екен. Не жазылғанын оқу қиын еді. Мен шамның жарығына тосып қарадым. Сол кезде дәлізден аяқ дыбысы естілді. Жүрегім тағы дүрсілдеп кетті. Қорапты тез жауып үлгердім. Есік ашылып, қайын атам кірді. Ол бірден үстелдегі суреттерге қарады. «Бұл заттарды неге ақтарып жүрсің?» Даусы бұрынғыдан қаталдау шықты. «Енемді сағынып жүрмін». Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын ол, «Кейбір нәрселерді өткенде қалдырған дұрыс», деді. Осы сөзді айтты да бөлмеден шығып кетті. Мен оның соңынан қарап қалдым. Алғаш рет қорқыныштан гөрі қызығушылық басым болды. Мен бір нәрсені түсіндім. Бұл үйде мен білмейтін құпия бар. Ал енем сол құпияны өзімен бірге алып кеткен сияқты. Сол түні ұйықтар алдында телефоным шыр ете қалды. Белгісіз нөмірден хабарлама келген. Хабарламада бар болғаны бір ғана сөйлем жазылыпты. «Егер шындықты білгің келсе, ертең ескі бақтың жанына кел». Телефонды қолымнан түсіріп ала жаздадым. Бұл кім? Және ол мен туралы қайдан біледі? Құрметті тыңдарман, оқиға сізге қызық болып жатса, лайк басып қолдау көрсетіңіз. Таң атқанша көзіле алмадым. Телефонымдағы хабарламаны қайта-қайта ашып қарай бердім. «Егер шындықты білгің келсе, ертең ескі бақтың жанына кел». Нөмір таныс емес. Қоңырау шалып көрдім, бірақ телефон өшірулі болды. Таңертең ас үйге шыққанда қайын атам әдеттегідей шай ішіп отыр екен. Мен оған қараған сайын кешегі хабарлама есіме түседі. Ол болса ештеңе болмағандай тыныш отыр. «Бүгін қалаға барам», деді кенет. «Жақсы, үйде боласың ба?» Осы қарапайым сұрақтың өзі мені ойландырып жіберді. «Иә, шамасы». Ол басын изеді де үндемей қалды. Бірақ менің ойым басқа жақта еді. Түске қарай үйден шығып, ауыл шетіндегі ескі баққа қарай жүрдім. Бұл бақ бұрын адамдар көп келетін орын болған екен. Қазір ағаштары қурап, қараусыз қалған. Жақындаған сайын жүрегім дүрсілдеп соғып барады. Айналада ешкім көрінбейді. Бір кезде орындықтардың бірінде отырған әйелді байқадым. Жасы 50 шамасында. Мені көргенде орнынан тұрды. «Сен Айгүлсің бе?» деді. Мен таңырқап қалдым. «Иә, мен сені күтіп отырмын». «Сіз кімсіз?» Әйел жан-жағына қарап алды. Сосын жай дауыспен: «Мен сенің енеңді жақсы танитынмын». Денем тітіркеніп кетті. «Хабарламаны сіз жібердіңіз бе?» «Иә». «Неге?» Әйел бір сәт үнсіз қалды.
Өйткені сен де кезінде мен байқамаған нәрселерді байқап жүрген сияқтысың. Мен оның жүзіне қарап тұрдым. Даусында қорқыныш бар еді. Не айтқыңыз келеді? Ол терең дем алды. Сенің енең өмірінің соңғы жылдарында қатты өзгерді. Мен де соны естідім. Ол көп нәрседен қорқатын. Неден? Әйел жауап беруге асықпады. Сосын сөмкесінен сарғайған конверт шығарды. Мұны маған енең бірнеше жыл бұрын берген. Не бұл? Егер бір күні маған бір нәрсе болса, керек адамға бересің деген. Менің қолым дірілдеп кетті. Неге осы уақытқа дейін сақтадыңыз? Өйткені кімге беру керегін білмедім. Ал қазір білдіңіз бе? Әйел басын изеді. Иә, конвертті қолыма ұстатты. Сыртында енемнің жазуы тұр. Мен оны бірден таныдым. Сол сәтте артымыздан көлік дауысы естілді. Екеуміз бірдей бұрылып қарадық. Жолдың шетіне қара түсті көлік тоқтапты. Көліктің ішінде кім отырғанын көру мүмкін емес. Әйелдің жүзі күрт өзгеріп кетті. Мен кетуім керек деді асығыс. Тоқтаңыз, маған бәрін айтып беріңіз. Әлі ерте. Бірақ ең бастысы конвертті ешкімге көрсетпе. Осыны айтты да тез-тез кетіп қалды. Мен бақтың ортасында жалғыз қалдым. Қолымда енемнің конверті. Жүрегім дүрсілдеп тұр. Үйге жеткенше оны ашуға батуын жетпеді. Кешке бөлмеме кіріп, есікті іштен жаптым. Сосын конвертті ақырын аштым. Ішінен бір ғана қағаз шықты. Қағазда бірнеше сөйлем жазылған еді. Ал ең соңғы жолын оқығанда қаным мұздап кеткендей болды. Егер сен бұл хатты оқығып отырсаң, демек менің күдігім рас болған. Хаттағы мәліметтер мені тыныш қалдырмады. Бірнеше күн бойы ойым сан-саққа жүгірді. Енемнің не айтқысы келгенін, нені жасырғанын түсінуге тырыстым. Бірақ хатта нақты жауаптан гөрі сұрақ көп еді. Сол күндері қайын атам да біртүрлі болып кетті. Бұрынғыдай көп сөйлемейді. Бірақ мені байқап жүргендей әсер қалдыратын. Бір күні үйдің ауласында жұмыс істеп жүргенімде, ауылдың ең үлкен кісілерінің бірі кездесіп қалды. «Қалың қалай қызым?» деді. «Жақсы ата». Әңгіме арасында ол күтпеген жерден енемді еске алды. «Анаң жақсы жан еді. Көп нәрсені ішінде сақтап өтті». Мен селт ете қалдым. «Сіз не айтқыңыз келеді?» Қария маған ұзақ қарады. «Кейбір әңгімелерді қозғамаған дұрыс шығар. Мен шындықты білгім келеді». Ол ауыр күрсінді. Осыдан көп жыл бұрын бұл үйдің айналасында түрлі әңгімелер болған. Қандай әңгімелер? Дәлелсіз сөз көп еді. Сондықтан ешкім ашық айтпайтын. Жауаптан гөрі жұмбақ көбейіп бара жатты. Сол кеште үйге оралған соң енемнің ескі суреттерін тағы қарап шықтым. Бұл жолы бір фотосуретке ерекше назар аудардым. Суретте бірнеше адам тұр. Арасында жас қайын атам да бар. Бірақ менің назарымды басқа нәрсе аударды. Суреттің артқы жағында қарындашпен жазылған күн мен белгісіз бір мекенжай бар екен. Ертеңіне сол мекенжайды іздеуге бел будым. Ол ауылдың шет жағындағы ескі үй болып шықты. Үйдің өзі қаңырап бос тұр. Терезелері сынған, қақпасы тот басқан. Мен ішке кіруге қорықтым, бірақ қызығушылығым жеңді. Үйдің ішінде ескі жиһаздардың қалдықтары ғана қалған. Бөлмелерді аралап жүріп, қабырғадағы шаң басқан фоторамканы байқадым. Ішінде таныс жүз бар еді. Мен жақынырақ бардым. Бұл суреттегі адамның жүзін бұрын көргенмін. Бірақ қайдан? Бірнеше секундтан кейін есіме түсті. Бұл адам бақтағы әйелдің жас кезіндегі суреті еді. Жүрегім зу ете қалды. Ол бұл үйге қандай қатысы бар? Неге енемнің хатында айтылмаған? Сол сәтте еденнің астынан әлсіз сықыр дыбыс естілді. Мен жалт қарадым. Бөлменің бұрышындағы тақтай сәл көтеріліп тұр екен. Тізерлеп отырып, тақтайды ақырын көтердім. Астында шағын темір қорап жатыр. Қораптың қақпағын ашқанда, ішінен ескі құжаттар мен бірнеше фотосурет шықты. Ал олардың арасында мені шошытқан бір нәрсе болды. Бұл қайын атамның аты жазылған өте ескі құжат еді. Бірақ құжаттағы мәліметтер оның бізге айтқан өмірбаянымен мүлде сәйкес келмейтін. Мен құжатты оқып үлгермедім. Себебі дәл сол кезде сырттан біреудің қадам басқан дыбысы естілді.
Біреу үйге кіріп келе жатқан еді. Ескі үйдің ішіне біреу кіріп келе жатқанын естігенде, жүрегім зу ете қалды. Мен темір қораптағы құжаттарды тез сөмкеме салып үлгердім. Қадам дыбысы жақындап келе жатты. Есіктің көлеңкесінен бір адам көрінді. Бірақ бұл мен ойлағандай қайын атам емес еді. Бұл бақта кездескен әйел болатын. «Сен бәрібір тауып алдың ғой», деді ол. «Мұның бәрі не? Неге маған ешкім ашық айтпайды?» Әйел үнсіз қалды. Кейбір адамдар жылдар бойы құпияларын сақтайды. Бірақ шындық бір күні бәрібір шығады. Ол құжаттардың арасынан бір фотосуретті алып көрсетті. «Міне, осы жерден баста». Фотода бірнеше адам тұрған. Ал артында бір ғана сөйлем жазылыпты. Егер бір нәрсе болса, бәрін мына адам біледі. Сөйлемнің астында белгісіз адамның аты жазылған еді. Мен сол есімді оқығанда, әйелдің жүзі өзгеріп кетті. «Оны тапсаң, барлық сұрағыңа жауап аласың», деді ол. Сол сәтте телефоным шыр етті. Күйеуім хабарласып тұр екен. Бірақ тұтқаны көтергенде, оның алғашқы сөзі мені алаңдатып жіберді. «Сен қазір қайдасың? Әкем Осы сені жерге іздеп дейін жүр». тыңдап отырған болсаңыз, пікірге «Шындық ашылады» деп жазып кетіңіз. Сіздердің пікірлеріңіз жаңа оқиғалардың шығуына үлкен қолдау болады. Арнамызға тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп қойыңыз. Алда ең қызықты бөлімдер күтіп тұр. Күйеуімнің сөзінен кейін бойымды мазасыздық биледі. «Неге іздеп жүр?» дедім. «Білмеймін, бірақ дауысы біртүрлі шықты. Сен үйге қайтқаның дұрыс шығар». Телефон үзілген соң бақтағы әйел де асықты. «Енді абай бол. Кейбір сұрақтардың жауабы ұнамауы мүмкін», деді де кетіп қалды. Үйге қайтып келе жатып, қораптан шыққан құжаттарды қайта қарап шықтым. Сол кезде бір қағаздың арасына қысылып қалған ескі хатты байқадым. Хатта енемнің қолтаңбасы бар еді. Онда былай жазылыпты: «Мен кетсем де, шындық бір күні ашылады. Бірақ ең ауыр нәрсе жау емес, үнсіз қалған адамдар». Осы сөз мені қатты ойландырды. Кешке үйге келгенде қайын атам аулада отыр екен. Ол маған ұзақ қарап тұрды. «Қайда жүрдің?» деді сабырлы дауыспен. «Шаруамен». «Соңғы уақытта көп сұрақ қоя бастадың». Мен үндемедім. Сол түні күтпеген жағдай болды. Маған белгісіз адам қоңырау шалды. «Егер шындықты білгің келсе, ертең аудан орталығындағы архивке бар», деді де тұтқаны қойып тастады. Ертеңіне архивке барғанымда, мен іздеген есім расында құжаттарда бар болып шықты. Бірақ ең таңғаларлығы басқа еді. Құжаттарда енем бірнеше рет бір мәселеге байланысты шағым жазуға әрекеттенгені көрсетілген. Алайда әр жолы іс аяқталмай жабылып отырған. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Енем өмір бойы бір құпиямен күрескен. Бірақ ол бұл күресте жалғыз қалған сияқты еді. Ал мен қазір сол құпияның дәл ортасына кіріп кеткен едім. Архивтен шыққан соң көлікте ұзақ отырдым. Қолымдағы құжаттарға қайта қарай бердім. Енемнің бірнеше рет көмек сұрауға тырысқаны анық көрініп тұрды. Бірақ әр жолы бір себеппен іс тоқтап қалған. Мені ең қатты ойландырған нәрсе, оның бұл туралы ешкімге ашық айтпауы емес. Айтқан кезде де ешкімнің тыңдағысы келмегені еді. Сол кеште күйеуім үйге күтпеген жерден келді. Ол менің соңғы күндері өзгеріп кеткенімді байқап жүрген екен. «Не болып жүр?» деді ол. Бұрынғыдай үндемей қалғым келмеді. Мен оған хаттарды, суреттерді және архивтен алған мәліметтерді көрсеттім. Ол ұзақ уақыт үнсіз отырды. «Мен бұлардың бар екенін білмеппін», деді ақыры. Алғаш рет оның да күмәндана бастағанын сездім. Сол түні екеуміз енемнің ескі заттарын тағы қарап шықтық. Шкафтың ең артқы жағынан шағын папка табылды. Папканың ішінде енемнің қолымен жазылған бірнеше бет қағаз бар екен. Соңғы бетінде бір сөйлем жазылыпты. «Ең ауыры, шындықты жасырып жүрген адам емес, оны көріп тұрып үндемегендер». Күйеуім қағазды оқып отырып басын төмен түсірді. «Мен анамның соңғы жылдары неге өзгергенін енді түсініп келе жатқан сияқтымын», деді жай ғана. Сол сәтте біз бір нәрсені түсіндік. Жауаптарды енді өткеннен емес, тірі адамдардан іздеу керек еді. Ал біз сөйлесуіміз керек адамның аты құжаттарда әлде қашан жазылып тұрған болатын. Ертең таңертең біз сол адаммен кездесуге жолға шықтық.
Бірақ ол адам бізді көрген бойда. Мен сендердің келетіндеріңді білдім, деді. Оның келесі сөзі бәрін өзгертуі мүмкін еді. Құрметті тыңдарман, оқиғаның шешуші сәтіне де жеттік. Сіз қалай ойлайсыз? Басты кейіпкер барлық шындықты біле ала ма? Өз болжамыңызды пікірге жазып кетіңіз. Ал енді финалдық бөлімге Біз іздеп көшейік. келген адам бізді үйіне кіргізді. Ол жасы 70-тен асқан қария екен. Үстелдің үстіне баяу ғана шай қойып, біраз уақыт үндемей отырды. Сосын бізге қарап, мен бұл күннің бір күні келетінін білетінмін, деді. Күйеуім шыдамай, анам неге өмір бойы уайымдап өтті? Неден қорықты? Деп сұрады. Қария ауыр күрсінді. Сендердің аналарың жамандықтан емес, жалғыздықтан шаршады. Үй іші үнсіз қалды. Қарияның айтуынша, енем ұзақ жылдар бойы отбасындағы кейбір мәселелерді шешуге тырысқан. Бірақ оны ешкім тыңдағысы келмеген. Уақыт өте келе, ол үндемеуді таңдаған. Кейде адамға қарсы тұрған жау емес, айналасындағы адамдардың немқұрайлылығы ауыр тиеді, деді қария. Күйеуім көзін төмен салды. Соңғы бірнеше күнде ол да көп нәрсені қайта ойлаған еді. Қария бізге енемнің соңғы жазбасын берді. Қағазда былай деп жазылыпты. Егер бір күні осыны оқып отырсаңдар, өткенді өзгертуге тырыспаңдар. Бірақ қателікті қайталамаңдар. Бір-біріңді тыңдаңдар, үндемей қалмаңдар. Үйге қайтар жолда ешқайсымыз сөйлеспедік. Барлық құпияның жауабы бір адамда емес екен. Шындық, көптеген адамның үнсіздігінен құралған үлкен тарих болып шықты. Сол күннен кейін біздің өміріміз өзгерді. Күйеуім екеуміз басқа үйге көштік. Өткеннің ауыр көлеңкесі бірден жоғалып кеткен жоқ. Бірақ біз оны өзімізбен бірге алып жүрудің қажеті жоқ екенін түсіндік. Енемнің соңғы сөзі менің жадымда мәңгі қалды. Шындық әрқашан жарыққа шығады. Бірақ оған дейін қанша адамның үнсіз қалатыны маңызды. Осы оқиғадан кейін мен бір нәрсені анық түсіндім. Қорқыныш адамды әлсіз етеді. Ал шындықты іздеу батылдық. Және кейде ең үлкен жеңіс өткенді Оқиғаны жеңу соңына емес, дейін жаңа тыңдағандарыңыз өмір үшін бастау. үлкен рахмет. Егер бұл хикая сізге ұнаса, лайк басыңыз, өз пікіріңізді жазыңыз, арнамызға тіркеліңіз. Ал пікірге келесі хикаяны күтемін деп жазып кетсеңіз, жаңа оқиғаларды жиі шығаратын боламыз. Келесі кездескенше аман сау